Сәлем Энкалайф, біз қайтадан влог түсіріп қолға алып бастадық. Осындай уақытта осы жерде постоянно тоқтап. Мен бүбе болдым, мен беу болдым, я? Сен бүбе болып дәу болып кеттің бе? Бүгін үйде отырып алып, телевизордан бұрынғы Энкалайфтың видеоларын қарадық. Оларға өзінің кішкентай кезіндегі видеоларын барлығын көрсеттік. Бүбе болған кезіндегі видеоларын. Соның бәрін көріп, мен кішкентай болып, үлкен болып кеттім деп. Я. Да пока. Очки жоқ па екен? Осы кісі өмір екі сумкамен жүреді. Бірінші рет көріп тұрмын. Бер маған. Приветтің. Сәлем. 100 жылдан кейінгі Энкалайфтың арнасында кездесу. 100 жылдан кейін. Семіріп кеткен Нұрсұлтан Мырзамен дейсің. Шашын мынандай қылып жүретін дейсің ғой. Бүгін біз Энкалайфтың бұрынғы видеоларын қарап, біраз ностальгия болдық. Ассалалайкум. Алейкум ассалам. Әке, бер маған. Мен саған Мен берем. Біреу ақ па? Мен мына жерде Магнумнан келген заттарды распаковка жасап жатырмын. Заказ берген онлайн курьер әкеліп тастады. Жұмыртқа, помидор, өзіме керек деген заттарды заказ бердім. И дрожь, корица деген заказ бердім, потому что мен бүгін синабон рецептін түсіру керек болғанмын. Жұмыртқа, сүт дегеннің барлығын заказ беріп алдырып алдым. Және де осы күні мен синабонның рецептісін түсіріп салдым. Бұл бірақ инстаграмға салдым, ютубқа салған жоқпын. Мүмкін ютубқа дубликат жасап салатын шығармын. Синабонның рецептісін жасаймын дегенше таңғы ас ішіп, жұмыртқа жеп, қарнымызды тойдырып алдық. Влог жүргізбегенмен біраз болғаннан кейін кәдімгідей қолым шығып қалыпты. Неден бастарымды білмей андраждап сөйтіп жатырмын. Енді күнделікті влог түсіруді әдетке айналдырып, дәл бұрынғыдай күнделікті влогты жүргіземін деп өзіме мақсат қойдым. Бұрынғы влогтардың барлығын қарап, біраз мотивация алдым. Шайдың рекламасын түсіріп тастап, синабонды жасап, күштілеп шай ішіп алдық. Кстати, мен инстаграмыма өтіп қарасаңыздар болады, синабон рецепті прям осы рецептпен күшті болып шығады екен. Воздушный, астында узорын қараңыздар, прям күшті болып шығады екен. И біз отбасымызбен жиналып үшеуміз Шымбұлаққа кетіп қалдық. Кішкене ойымызды сергітіп, шай ішіп қайтайық деп. Шоколадный мусс 1900 теңге тұрады екен. Мұнда бәрі қымбат. Жаңағыдай кешегінде не болып кете ма деп, бірақ Алматыдағылар просто жауап беретін жоқ маған. Сондай болып кете ма дедім да, сосын поташтан көп жатсын болып қойдым. Сосын жүрген кезде Уже кім болды? Біз мама бар екен, ұйықтаймыз. Алма пико алайын, я? Ой, алма пикон большой жоқ екен. Но мен маленький. Лиза, қазіргі уақытты айтшы. 3:47. Міне достар, сағат 3:47. Біз бір чайник жайды тауыстық. И мозговой штурм болды кәдімгідей. Жасау керек жұмыстар, істеу керек нәрселер, обучение, планирование и шаблония. И мен жүргізгім келіп жатқан направлениелер. В общем, жолдасым екеуміз
не үшін сыбырлап сөйлеп жатқанын білмеймін. Алисадан сағат сұраған үшін сыбырлап кеткен екенмін ғой. Қазір Алисадан сұрасам бақырып айтады да. Потому что нашықта Омар ұйықтап жатыр. Біздің ұйықтамасқа қойшы басым маңдай қылып жатыр. Бірақ именно жүйелеу керек маған, отырып алып жүйелеуім үшін бірінші обучениеден бастау керек. Ертеңнен бастап уже білім алуға кірсем. Американский ютубқа шыққым келіп тұр. Сосын Энкалайфты жүргізбегеніме біраз болды. Кеше телевизордан каналды қойып, бала мен күйеуім үшеуміз бәріміз қарап шықтық. Біраз естеліктер для себя болса да жүргізілу керек екен, ол канал деген сияқты ой қалыптасты. Себебі Омардың кішкентай кездерін көрдік, өзіміздің енді жас кезімізді көрдік деп айтсақ та болады, осыдан кәдімгідей 5-6 жыл бұрынғы, 8 жыл бұрынғы өзімізді көрдік. Одан кейінгі біздің ойымыз өзгерген, өзіміз өзгергенбіз, тұлғалық жағынан дамығанбыз деген сияқты. Сондықтан Энкалайф өте керек екен деп шешім қабылдадық. Энкалайфты бірде жүргізем, бірде жүргізбеймін, солай болып жүргем. Енді тұрақты түрде жүргізуім керек. Сосын Суперкенчиктің арнасы. Мұнда рецепттер болады, сосын тағы да жаңадан 1-2 направление қосқалы жатырмыз. Одан кейін ютубта қалай, инстаны қалай, тиктокта қалай, версияларын квадрат деп тұрмыз. Ютубтың форматы былай, инстаның форматы былай деген сияқты ғой. И шортстың форматы былай деген сияқты ғой. Еще осындай болып жатыр. Көрсетуден жалықпайтын шығармын осы блокнотты. Мына менің ең алғашқы ютубқа арнаған блокнотым, және де ютубта бастаған кезде пайдаланған блокнот. Менің ісім қалай жазып қойыппын. Мен қазақстандық қазақ тілі блогермін деп. Мәссаған. Мен сол кезде ойлағам, мен үшін арман болатын 100 000 подписчикті. И ойлайтынмын, 100 000 подписчик ол алтын белгі деп. Потом білдім, что это күміс белгі. Ол кезде білмегенмін ғой, алтын белгі 100 000 подписчик деп ойлағам ғой деймін. И күміс белгі деп кейін уже білген кезде өзгертіп жазып қойдым. Менің каналымдағы наурыздың бір күні алғашқы 500 адам жазылды, алғашқы 1000 адам жазылды, алғашқы 2000 адам жазылды деген сияқты. Бәрін осылай кәдімгідей мотивациямен жазып отыратынмын. Мынау арнаға түсірілген видеолар. Кейін бұл видеолардың біразын өшіріп тастадым, потому что мен ол кезде тюрбанда болдым. Мынаның барлығы түсірілген видеолар, бұрынғы түсірілген видеолар. Бұрынғы түсірілген видеолар. Еще мынандай нем болған. Мына жақта еще қаралымдар. 2003 адам болған, время просмотры. Қанша адам қарады, просмотрдың саны 45 000. Доход $2, представляете? Мынау так, 2 сәуір күні дейді. Бұл 2016 ма, 14, 15, 2015 қой деймін, қателеспесем. Ровно 10 жыл бұрынғы нәрселер екен. Бүгін тағы да бір қуанышты болды. Рахмет сізге жеткіземін. Бүгін ертең арнамызда 3000 адамнан асты. Мен үшін әрбір жазылушының орны ерекше. Мен сіздерді ешбір себепсіз жақсы көремін. Сіздер жазған әрбір пікір мен үшін маңызды. Қолдағандарыңызға рахмет. Мен сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысатын боламын. Біздің санымыз күн сайын артуда. Мен оның үшін өте қуаныштымын. Өзім жылағым келіп кетті болып отыр. 2017 жыл екен ау. Достар, қараңыздар. Ровно 8 жыл бұрын Суперкенчиктің арнасында 123 000 оқырман болған екен. Және күнде видео салам деп, жаңа бастама деп жоспарлаған екен. 2017 жыл. Бізде Омар балам 2019-да дүниеге келді. Ал баршаңызға қайырлы түн. Енді мен сіздермен күнде біргемін. Түн тыныштығын берсін.